Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін осындай ерекше, тез дайындалатын, көп уақытты алмайтын сметаниктің рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көрулеріңізді өтінемін. Бізге керек ең алдымен ұнды бір ыдысқа електен өткізіңіздер міндетті түрде, және де дүкеннің 20% қаймағы, сары май және жұмыртқа, қопсытқыш, ванилин керек болады, құмшекер керек болады. Мінекей осылай бір ыдыста ұнды салып, үстіне қопсытқыш және құмшекерімізді салып, бір араластырып аласыздар. Және үстіне мінекей осылай араластырыңыздар жақсылап, барлық жеріне қопсытқыш барсын. Және үстіне сары майымызды салып, мінекей араласқан ұн құмшекеріміздің үстіне сары майымызды салып, жақсылап араластырып, үгілмелі қылып қамырымызды тестамызды дайындайтын боламыз. Бұл жерде қазір үгілмелі болып, бірінші жұмыртқаны салмай тұрып үгілмелі болып шығады. Мінекей қараңыздар, осылайынан жақсылап араластырып алыңыздар сары май мен ұнды. Мінекей қараңыздар, осында үгіліп тұрады. Осының үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа міндетті түрде салып алыңыздар. Енді бізде келесі салмасын дайындаймыз. Бұл жерде бізде дүкеннің 20% қаймағын алып салдым. Бірінші үстіне керекті және құмшекерімді, жұмыртқа және ванилин қолдандым. Ванилинді өздеріңіз қалауларыңызға қарай қолданасыздар. Егер де ванилин қолданған жағдайда тек қана бізде сметаникке әдемі иіс беріп тұрады, білесіздер. Сол үшін қолдансаңыздар болады. Мінекей үстіне құмшекерді және жұмыртқамды салып, жақсылап араластырдым. Және де айта кетерім, бізде шанышқының көмегімен, болмаса венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Ең бастысы миксер қолдану қажет жоқ. Кәдімгі шанышқының көмегімен көп араластырып тұрудың да қажет етпейді. Тек қана бір келкі қылып, барлығын жақсылап араластырып алсаңыз жеткілікті. Мінекей осындай консистенция шығады. Мен шанышқының көмегімен осындай бір келкі араластырып алдым. Көп араластырып тұрудың қажеті жоқ. Тағы айта кетейін. Енді жарты сағат тұрған қамырымды алып, осылайынан формасын шығаратын боламын. Пішін мен осындай формада кольцода істедім. Мінекей жартысынан көптеу бөлігін астына осылайынан қолмен, бокал болсын, әйтеуір өзіңізге қалдыңдай ыңғайлы сондай жолмен қойып шықсаңыз, бір келкі тегіс болсын. Ең бастысы көтеріліп кетпеу керек. Және қалған бөлігін жан-жағына қойып шықтым. Мінекей менде дайын тұр. Енді дайындаған біздің жәнегі салмаларымызды ортасына саламыз, осылайынан құйып. Енді бізде дайын болған сметанигімізді пешке 200-220 градусқа салып қойыңыз, қарап тұрыңыз, қатты күйіп кетпесін. Мінекей жарты сағат бізге жеткілікті болады. Мүмкіндігінше қарап тұрыңыздар, қатты күйінгіріп кетпесін. Мінекей менде пісті.
Бұл жерде мен сіздерге тағы айта кетерім, пештен шыққан сметанникті формадан 2 сағатсыз шешпеңіздер міндетті түрде. Себебі формасын жоғалтады. Пештен шыққан кезде қаймақ сметанниктің ортасындағы салмасын өзі шама формада болмайды. Сол үшін 2 сағатқа қалдырып қою керек. Ең аз дегенде 2 сағат. 2 сағаттан кейін кескен кезде осындай болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.